Бірінші мынау партиялар мен үкіметтің бас секретарының қатесі бүгінгі жиынға келмеу. Себебі халық ағай айтқандай бірінші халық арасында жүрмесе, онда ешқандай жұмыс болмайды. Біздің халықтық партиясы сіздермен жұмыс істеуге дайын. Өйткені әр қоғамдық құрылым өзінің белгілі бір халықтың рухын алып келеді. Сондықтан оны жинап, болашақта қазақ мемлекетінің негізін құруға біздің негізгі міндетіміз. Біз енді халық рухы партиясы негізгі бірақ екі-ақ мәселені қойып отырмыз алдымызға, оны президент біледі. Біз одан кейін қарай таймаймыз. Бұл Қазақстан деген ұлт деген болмауы. Ондай ұлт емес, бірақ мемлекетте тек қана қазақ ұлты бар, ғасырларменен түзелген және ғасырлар бойы қалатын бір ұлт бар. Оны түсінген болу керек, қазір меніңше басқаша айтылады. Бұл ең бірінші мәселе. Екінші мәселе тіл. Ғасырлар бойы өзіміздің тіліміз, ол бізге қызмет ету керек. Ол біздің негізгі мемлекет тілі болу керек. Басқа халық бәрі сол тілде сөйлеу керек. Бұл біздің екінші тұғырнамамыз. Және анау бір тіл, екі тіл, үш тіл, бес тіл деген тіл болмайды. Бірінші тіл болса, екінші тіл болса, үшінші тіл болса деген оның бәрін қою керек та. Бірінші болса қазақ мемлекеті, екінші болса орыс болса, үшінші одан кейін үшті құрса, одан кейін төрт боламыз деп төрт келсек, одан кейін бесінші саралса ештеңеміз қалмайды. Мен енді шынына келген кезде жаңағы айтып отыр, 5000-ға жақын қоғамдық ұйым бар деп. Осы 5000-ға жақын қоғамдық ұйыммен біз байланыстырсақ па деп едік халық рухы. Солардың әр өздерінің, әр адамның ойының мемлекет құрудағы немесе қоғамдық ұйымдағы экономикадағы байланыстарының бәрін біз тізіп алға тартып ең ілгерілеген идеясын біз алсақ па деп едік. Өйткені біз халық рухы партиясы қанша 70.000 адам болғанмен қазір 80.000 адам. Оның ішінде қоғамдық сіздер сияқты өрелі ойларды бізге жеткізетін адамдар аз. Осыны біз сіздерге айтсақ па. Мынау менің ойымша 5 мемлекеттің бас редакторын келмей қалу масқара. Оның себебі бар. Оны президент шақырып алып халыққа жеткізгенде біз халық емес пе сіздер? Осыға жеткізетін оның редакторларын мен олардың әрқайсысы жігіттер танымын. Бәрі де беделді жігіттер. Бірақ осы қоғамдық келіп, қоғам арқылы тарата береді. Көшеге шығып таратпайды ғой. Бұл жерде қоғамдық ұйымдардың бәріне бүгін айтылған мәселе ертең отбасында әрмен қарай таралып кетеді. Сондықтан олардың үлкен қателіктері деп ойлаймын. Енді көп айта бермей-ақ қояйын. Бірінші жаңағы ұлт мәселесі. Біз өзімізді Қазақстанды ұтпағаннан кейін асыра сілтеу болмай, өзіміздің өз жолымызды пайдаланып, ішіміздегі біздің жемкенде отырған халықтардың бәріне міндетті түрде тең правалы және тең құқылы жүргізуіміз керек, оларға түсіндіруіміз керек. Олардың бәрінің елінің мекені бар екенін, тілдері бар екендігін, мемлекеттері бар екенін, біздің өзіміздің тіліміз ғана жаңа қазақ тілі, бізге сол тілді Алла Тағала сыйлағаннан кейін біз онымен өмір сүруіміз керек, мемлекет болуымызға жеткізудің жолдарын іздеуіміз керек. Ол сіздердің араңызда мен қарап отырмын, ағайдың жолы мысалы басқасы. Бірақ енді бір ғана мәселе бар, оны қалай тарату керек? Таратудың жолдары үкімет бізге телевидение бермейді, журналдарымызды жабық. Қалай? Ол енді бүгін осы құпияны ашпай қояйын, келесі жолы кездескен кезде ол құпияны ашамын. Себебі таратудың телевидениесі, журналсызда жай жолдары бар таратудың. Сонда ғана біз бүкіл халықтың жолымызға ерте аламыз. Сонда ғана біз әрмен қарай жылжимыз. Ең басты мәселе біздің президенттің елбасын жақсы көреміз, жақсы сыйлаймыз. Бірақ айналасындағы орыс тілді басқа да кетіп қалғандардың оған ыңғайсыз, оның алдына сөз салып беріп отыру бізге өте ұнамайды. Осы жағдайды біз қазір жоюымыз керек. Ең біріншісі айналасын жойып, айналасын олардың қалдатын ақша бар, бірақ біз халықпен ынтымақтастық оны алып керек. Мен сіздердің бәріңізге келіп отырған ырзамын. Өйткені сіздерден басталады, халықтың ішінде жүрсіздер. Сондықтан сіздердің пікірлеріңіз, ұлықтарыңыз біздерге қажет. Көп рахмет.